Тақырып: ғаламдағы ғажайып ғимараттар. Сөз байланысының түрлері. Ғаламда ғажайып ғимараттар өте көп. Атап айтқанда, Саграда Фамилия ғибадатханасы. Бұл ғимарат әлемдегі әйгілі ұзақ мерзімді құрылыс нысандарының бірі болып табылады. Құрылыс 1882 жылы басталып, тек 2010 жылы ғибадатхана Рим папасы 16 Бенедикт қасиетті болып ресми түрде ашылады. Шіркеу латын айқышы түрінде салынған. Оның порталдары, қасбеттері мен мұнаралары Мәсіхтің жердегі өмірін бейнелейтін мүсіндермен безендірілген. Сол секілді Харпа концерт залы, Бурж Халифа, шығанағындағы бақтар, Метрополитен парасол, абсолютті әлем кешендері. Қазақ тілінде сөздердің байланысы 5 түрге бөлінеді. Олар қиысу, меңгеру, матасу, қабысу және жанасу. Қиысу деп сөз бен сөздің жіктік жалғаулары арқылы және жүктелу ретімен байланысқан түрін айтамыз. Меңгеру сөздің ілік септігінен басқа септік жалғаулары арқылы байланысуын айтамыз. Матасу сөздердің ілік септігі мен тәуелдік жалғаулары арқылы байланысуын айтамыз. Қабысу сөздердің бір-бірімен ешбір жалғаусыз, шылаусыз, тек іргелес тұру арқылы байланысу түрлері. Жанасу деп алдыңғы сөздің соңғы сөзбен шылаулар арқылы немесе ешбір жалғаусыз түбір тұрғаларында тұрып, орын жағынан бірде іргелес, бірде алшақ байланысуын айтамыз. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: дыбыстық сәйкестендіру. Мұғалім сөз тіркесін даусымен оқиды. Оқушы тек байланыс түрін айтады. Мысалы, асыл мұра, қабысу, қазынаға таласты, меңгеру, дүкеннің наны, матасу, ілгері жүріп кетті, жанасу, айғаным келді, қиысу. Дескрипторлар: мұғалім дауыстап оқыған сөз тіркесін тыңдайды. Сөз тіркесінен байланысу түрін дұрыс айтады. Екінші тапсырма: аудио мини мәтін құрастыру. Оқушы 3-4 сөйлемнен тұратын ауызша шағын әңгіме құрайды. Мысалы, мен бүгін әлем ғажайыптарының бірі Эйфель мұнарасын елестеттім. Мұғалім соңынан оқушыдан 2 сөз байланысын табуын сұрайды. Дескрипторлар: 3-4 сөйлемнен ауызша мәтін құрайды. Мәтіннен 2 сөз тіркесін дұрыс бөліп айтады. Байланысу түрін ауызша анықтай алады. Үшінші тапсырма: тактильді бағыттау. Қағаздағы бедерлі нүктелерді пайдаланады. Мұғалім алдын ала бедерлі параққа 4 нүкте жапсырады. Әр нүкте бір ғимарат. Оқушы нүктеге қолын тигізгенде мұғалім дыбыстайды. 1 нүкте пирамида, 2 нүкте Тәж-Махал, 3 нүкте Эйфель, 4 нүкте Қытай қорғаны. Оқушы әр нүкте туралы бір сөз тіркесін айтады. Мысалы, ұзын қорған, ақ мұнара. Дескрипторлар: тақтайдағы нүктелерді қолымен табады. Әр нүктеге қатысты ғимарат атауын дұрыс айтады. Нүктеге байланысты бір сөз тіркесін өзі құрайды.